Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше, мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Адам баласы бұл өмірге бір-ақ рет келеді. Қайтып келу адамға ондай мүмкіндік берілмеген, яғни өткен қателіктерін түзетуге мүмкіндігі жоқ. Сол үшін де бабаларымыз айтады: қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барынды нәрінді тірлікте бергейсің дейді. Міне шыныменен де адам баласы бұл өмірге қайтып келу мүмкіндігі жоқ, бірақ адамның артынан үлкен бір сауапты іс қалдыру бұл дүниеде оның мүмкіндігі болады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шерифінде айтады: бір адам Құдайдың берген дәулетін сол Құдайдың жолында елдің игілігі үшін бір мешіт, медресе, көпір, жол, мектеп, балабақша, аурухана, ағаш ексе, құдық қазып су шығарса, яғни бір жақсы ілім-білім, ғылым меңгеріп, оны білмейтін адамдарға үйрететін болса, адам өмірден өтіп кетсе де, артынан үлкен сауапты амалдары жазылады екен. Адам баласы өмірден өткеннен кейін өзі қабірде жатса да, бірақ артынан қалдырып кеткен салихалы ізгі уақыфқа жасап кеткен амалдар болатын болса, артынан тоқтаусыз қияметке дейін сауаптары жалғасады екен. Міне осыны садақа жария деп атайды. Адам баласы бұл өмірде барынша елге, жерге, айналада адамдарға өзінің көмегін, жақсылығын жасау керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадис шәрифінде айтады: адамдардың ең жақсы қайырлысы өзге адамдарға бір пайдасын, жақсылығын тигізгені дейді. Міне кейбір адамдар не жинасам деп ойлайды. Ал ақылды адамдар артыма не қалдырсам екен деп ойлайды екен. Міне жаңа жоғарыда айттық қой, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барынды, нәрінді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артынан із қалдырсан, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің дейді. Адам баласы кейінгі ұрпаққа бір өшпестей пайдасы тиетін, бір ғибратты, үлгі өнегелі, бір тәлім тәрбиелі, олардың өмірлерін жеңілдететін бір жақсы жол көрсететін болса, өйткені қаншама адам сол жолменен, сол алған ілім білімменен, сол медресе, мешіттер, мектептерменен пайдаланып, өздерінің өмірлерін, болашақтарын жарқын қылады. Сол үшін де адам баласы тіршілікте барынша кейінгі ұрпаққа пайдасы тиетін ілім білім қалдыру керек, басқа адамдарға олардың жаңағыдай өмірлерін жеңілдететін сауапты істер қалдыру керек. Міне адам өмірден өтсе де, артынан тоқтаусыз осындай сауап болады екен. Міне уақыт дегеніміз өз дүниенен бір бөлшегін алып, оны Алла разылығы үшін халыққа, елге, жерге пайдасын тигізу екен. Алла Тағала баршаларымызға осындай жақсы ғұмырлы өмір сүру нәсіп қылсын, және де сөзімізді бабаларымыздың жақсы сөзіменен тәмам қылайық. Қазақта айтады: тіршілікте көрінген не жетсін, ал бар болса бергенге не жетсін дейді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.